Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен қиярдан кәріс салатын жабатын боламын. Алдын ала банкілерімді булап алдым. Керекті заттарымның бәрін тазалап, жуып, дайындап алдым. Ең бірінші қызыл болгар бұрышын алдым. Болгар бұрышым үлкен болғандықтан 4 бөлікке бөліп, ұзыншақ қылып турап аламын. Енді қиярларымды аламын. Қатты үлкен қияр алмаңыздар. Шағын қияр болғаны дұрыс. Қиярларыңыздың көлеміне қарай, қатты ұзын емес, 2-3 сантиметр қылып бөліп алған соң, осылай ұзыншақ қылып кесіп аламын. Егерден үлкен қиярларыңызды 2-3-ке бөліңіздер. Мейлінше үлкен қияр алмағандарыңыз дұрыс. Менде қиярымның көлемі әртүрлі болғандықтан, осы видеодағыдай турасаңыздар болады. Қатты үлкен қияр болса 3-ке бөлесіздер. Мені барлық қиярларымды турап алдым. Қиярларымды мені осындай көлемде турадым, ұзыншақ қылып. Қызыл болгар бұрышын ұзыншақ қылып турап алдым. Сәбізімді кәріс теркасынан өткізіп алдым, осындай ұзыншақ қылып онтты. Сарымсағымды қолмен ұсақтап турадым. Ашты бұрыш алдым. Ашты бұрышты да қолмен турадым. Енді туралған қиярымның үстіне барлық заттарды саламын. Сәбізді салдым. Болгар бұрышын салдым. Сарымсағымды, ашты бұрышымды салдым. Енді осылардың үстіне тұз саламын. Қанша қасық салғанымды төмендегі описание бөліміне қалдыратын боламын. Тұз, құмшекер саламын. Және кәріс салатына арналған приправаны саламын. Бір пакетте 2 ас қасық шығады, бір пакетінде. Мен сол бір пакетінің бәрін салдым. Приправаның ашылмаған болу керек, жаңадан сатып алыңыздар. Үйде тұрып қалған приправаны қоспаңыздар. Салатты жасап атқанда жаңадан ашасыздар. Және үстіне шит май құйдым. Сұйық май құйдым. Және 9%-лық сірке суын құйдым. Барлығын рецепттің бәрін описание бөлімінде қалдыратын боламын.
Барлық керекті заттарды салып болған соң, салатымды жақсылап араластырамын. Салатымның бәрі бір келкі болғанша жақсылап араластырамын. Және тұзы да жақсылап еру керек. Осы рецепт бойынша салат жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Қыста ашып жесеңіздер, өте дәмді болып шығады. Ет тамағына, қамыр тамақтарға осы салатты ашсаңыздар, өте тәбеттеріңізді ашатын болады. Қысты күні таптырмайтын өте керемет, дәмі тіл үйіретін салаттардың бірі. Жасап көріңіздер. Мінекей салатымыз керемет, әдемі болып шықты. Салатымызды араластырып болған соң, бетін жауып, 1 сағатқа салқын жерге қойып қоямын. Араластырып тұрасыздар арасында. Міне 1 сағат өтті. Керемет сөлі де шықты салатымыздың. Тағы да жақсылап бір рет араластырамын салатты. Енді алдын ала булап қойған банкілеріме осы салатты бөліп саламын. Астынан жоғары қарай кішкене араластырып отырып, салатымызды банкімізге саламыз. Салған кезде кішкене салатымызды кішкене сәл-сәл басып жібереміз. Сөйтіп банкіні толтырып саламын. Салып болған соң кішкене салаттың соғынан құямын. Тағы да салып жібердім салатты. Толтырып. Қысты күні өте таптырмайтын салаттардың бірі, өте дәруменге тола. Енді алдын ала үлкен ыдысымызды, кастрөлді алып, ішіне су құйып, барлық банкілерімді салдым, сыртынан қайнататын боламыз. Оттың астын жағып, жаймен көтеріп, тез қайнау үшін қақпағын жаптым. Міне суым қайнап шықты. Енді осы су қайнап шыққан кезде бастап есептейміз. 15 минут қайнатамын банкінің сыртынан.
Міне 15 минутымыз өте шықты. Барлық банкілерімді жауып алдым. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай қақпақтарында жақсылап жауып алдым. Қақпақтарын тексеріп шығыңыздар. Банкілеріңізді төңкеріп, ары бері айландырып көріңіздер, қақпағынан су ақпай ма. Тексеріп алыңыздар. Менде мына видеода 3,5 литр салат шығып тұр. Негізі жарты литр тағы да бір банкым болған. Оның жарық екенін байқамаппын. Ол банкыны алып тастадым. Барлық банкілеріңізді төңкеріп, жылы жауып 1 суткаға қоясыздар. 1 суткадан кейін салқын жерге сақтасаңыздар болады. Егер менің видеом ұнаса, подписаться етіп, лайк қойып,